Ноғай халық ертегісі. Көл бұға. Бұрын бір қарт болған. Оның үш ұлы болған. Бір ұлы қырда мал бағып тұрған, екі ұлы қолында тұрған. Атасы бір күн ойланып, құртқасына: Таусылмес тәтлі азық ет, қырдағы ұлыма барып қарайым, дейді. Жұма күн ертемен кетеді. Ауыл шетінде арыс етпеге деп, ярар басы айыры ағаш тауып, қанжығасына байлап кетеді. Мұның алдына аждаһа йылан шығады, мұнан ян сорайды. Яс яныңды ма, яде қарт яныңды бересің, деп соң оға 4 күнге болжал береді. Қарт құртқасына қайтып, қорққаннан ауырып ятады. Үйкөн ұлын шақырып: мен ауырымын, маразымның бауы сізде, дейді де, бәрінде аждаһа ақында сөйлеп береді. Бұл хабарды естіген ұлы: сен қарт яныңды бермегенде, мен неге яс янымды беремен, деп айтады. Екінші де солай етеді. Қарт кішке ұлына кетеді. Ол хош көріп алады атасын. Қарт аждаһа ақында екі ағасы янларын бермегені ақында сөйлейді. Сонда кішкейі: мен янымды берермен атай, дейді қарт. тоғай толған йылқың бар, 9 йылқышың бар, соларды күн тумай ертен айда, солардың арасында саға мінмеге тиесілі болған атты қарайым, дейді. Ясы солай еткенде қартқа бір атта ярамайды. Йылқышыдан сұрағанда бір үйір атлар алысқа кеткенін біледілер. Әкелмеге бұйырадылар. Йылқышы айдап әкелгенде атасы: әне сол атлар саға тиесілі, дейді. ол ылау атлар, әдемге үйренмеген, дейді ұлы. Яс ол йылқының ішінен ат сайлап алып, мініп, үшті күннің туған еріне түсті. Онан соң күннің батқан еріне, онан атасына келді. Көргенін сөйлейді. күн туарда ит үріп, сиыр мүңірейді, күн батарда солай оқ. Енді заманы озған, атасы мен баласы йыланға барып, қарт баласын йыланға қалдырып кетеді. Яс аждаһамен жүреді, бәрі йыланлар бұларға жол береділер. Інге еткенде аждаһа кіріп кетеді. Яс та артынан кіре атқанда кішке йылан шығып барады. Яс атын байлаяқ болып шыққанда, баяғы кішке йылан кіріп келеді. Шықса, үйкөн қала атын сарайға кірістеді. Інге кірсе, ақ сақаулы қартлар, яс қызлар, аждаһа йылан ясқа қарап: мен қызымды бір алау сүт емген әдемге берейік едім, сондай әдем сен екенсің, деп қызын береді. Яс яшайды, ама атасын үйін сағынады. Бір күн аңшылап шығияқта қыздың атасы: әр яқаға барсын, құбылай яққа шықпасын, деп айттырады. Аңда бір затты ата алмайды. Бір күн ол құбыла яққа шығып кетеді. Барса, құсы өледі, иті өледі. Қамышы соқтырмайтаған аты ақырын жүреді. Аты айтады: өлімге бара жатырсың. Бұл қалада әдемлер туған балаларын көл бұғаға беріп су алатағанлар. Мен ұшайым, сен берік отырыр. Қолыңа қылышыңды ал. Бұға бұл не екен? Менің үстімнен ала қарға ұшпайтаған еді, деп басын көтеріп қарағанда, сен оның басын кесіп алсан, аман қалармыз. Олай болмаса біз өлікпіз. Ат ұшады, егітке: теңіздің арғы яғына ұшып етпей, ауызлығымды тартпа, дейді. Егіт асығып тартады, атының белінің бір кесегі түседі. Сонда ат:
көл бұғадың арқасынан алып ялға. дейді. Яс солай етеді. Аты түзелген, соң қанжығасына көл бұғадың басын салып, қайнатасына қайтып кетеді. Қыздың атасы мұны үзлейді, таппайды. Бір күн оның қайтып келе атқанын көреді. Қарасалар, ол бұғадың басын алып келе атыр. Ол бір үлкен тауда үлкендігі болған бас екен. Хан айтады: «Үш тілегің бос, балам». Сонда бір қарт: Ол егіттен не ақыл сорайсың? Енді біз тынышландық. Барып тыншайсың, соң үш тілегің бос деп айтарсың, дейді. Басты халқа пайлаяқ болып 12 адем 3 күн бұзды. Енді ханға 3 тілек алмаға болады. Пішесі сорайды: не тілексің деп, ол мал дегенде қыз. Ата юртын тіле, йылқы ішінде торы бие, қазына ішінде қара білеу тіле. Ол бәрінде берер, ама үшіншісін бермеге қиланар, дейді. Яс ханға келеді. Хан: «Ай балам, тіле тілегіңді», дейді. «Ата юртым». Дейді яс. «Болсын балам, оннан соң йылқы ішінде торы бие». «Болсын балам», дейді. «Қазына ішінде қара білеу». Дегенде хан шығанағын тартады, бергісі келмейді. Сонда баяғы қарт бермеге ақыл береді, хан разы болады. Яс пішесіне қайтады. Сонда ханның қызы айтады: бізге бір заты керек пейді атайдан. Сол қара білеу болса. Арбаға аяқ сауыт салып, ястың ата юртына екеуі кетеділер. Яс жолда аш болып, пішесіне ашуланады: «Мал алған болсаң аш болмас едік». Оттың ұзын еріне, судың тынық еріне барып тоқта, мен табармын бәрінде, дейді қыз. Сонда ерге келіп тоқтап, ясты ятқыстады, өзі білеуді алып, сипап, тізіл, дейді. Сонда оқ үлкен үй, аз су толған болады. Яс көріп разы болады. Қыз білеуді алып, ейіл дегенде бәрі жоқ болып, қудыраған арба қалады. Бұлар кетеділер. Ата юртына юықлап бар атқанда, бір төбеге юықланғанда, қыз: біз тура бармайық, атаңа сүйінші берейік, соң барармыз, дейді. Солай етеділер. Қыз тағы да білеуді сипап, тізіл дегенде, көк тілетін ябылған үйде болды, мал мүлкте болады. Бір қарт келіп, бұларды көріп, сөйлесіп таниды, сүйінішлі айтпаға атасына кетеді. Баслап атасы инанмай, соң көрмеге барады. Келсе, ұлы екен. Бұлар келеділер, анасыман көрседілер. Екі қардашы: атамыз оны өлімге жібермей, байытпаға жіберген деп, өлтірейік боладылар. Пішесі оны біледі. Күнлердің бір күнінде икон ұлларының сөзіне қарап, атасы ясын шақырып: «Менің атамның қолында өлгенде алтын жүзігі кеткен, сен оны барып тап», дейді. Яс ізлеп кетеді. Құсыңды, итіңді, атыңды алып бар. Ауылдың янында бір төбе бар. Оның янынан түлкі қашып, мезардың қасындағы інге кірер. Сонда қартты табарсың, дейді пішесі. Яс солай етіп, қартты көреді. Қарт оған не деп үйресін дегенде, яс бәрінде сөйлейді. Қарт ясты аяп, yüzігінде бір уыс топырақ та береді. «Біреуге де бермей, үйіңе кет. Ауылдағы молларға айт, халық юма күн намазға келгенде өсілеріне шашарсын», деп. Яс үйге қайтқанда, баяғы топырақты алтын аяққа құйып, әпендіге тілейді. «Халықтың үстіне шаш», деп.
Сонда болған екі қардашы біреуі ала шошқа, біреуі құла шошқа боладылар. Яз ата-анасымен, пішесімен оңып өсіп яшап қалады.